Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз осы есептің экрандағы сіздер қарап отырған есептің қалай шығару керек деген сұраққа жауап беретін боламыз. Бұл жерден 2 косинус квадрат x тең болады 1 деген теңдеуіміз берілген, яғни тригонометриялық теңдеу. 2 көбейтіліп тұрғандықтан косинус квадратқа біз бұл жаққа екінші бір жаққа бөліп жіберейік. Яғни біздің есебіміз былай болады: косинус квадрат x тең болады. Яғни ол 2 1-ге бөлініп кетті. 2-ден 1 болды. Әрмен қарай бұл жерде біз ешқандай да түбірге салмаймыз. Бұл қате болып саналады. Біз бұл жерден дәрежені төмендетеміз. Ол қалай төмендетеміз? Мына формуланы пайдаланасыздар. Косинус 2x қосылған 1 бөлінген 2 дегенді пайдаланасыздар. Тең болады 2-ден, яғни косинус квадраттың x-тің орнына мен мына формуланы пайдаланып кеттім. Бұл формула қайдан шықты? Біздің мына формуламыз бар. Косинус 2x деген формуламыз бар. Бұл жерде бізде 2 косинус квадрат x минус 1 деген формула. Осы же минус 1-ді екінші бір жаққа өткізіп жіберейік. Бізге косинус квадрат керек. Сондықтан 2x қосылған 1 болады. Минус 1 плюс 1-ге айналады. 2 косинус квадрат x болады. Косинус квадраттың өзі керек болғандықтан қасында 2-ден құтылып кету керекпін. 2 косинус квадратқа көбейтіліп тұрғандықтан косинус квадрат x мен оны 2-ні екінші бір жаққа бөліп жіберем. Яғни косинус 2x қосылған 1 бөлінген 2 деп жіберем. Енді осы косинус квадрат x дей отырғанымыз ол айтылып жатқан мынауымыз міне. Осының әкелдім да, міне мына формуланы қасында шыққан. Екеуі бір-біріне тең ғой, яғни екеуін орнын алмастыра береді. Осыны мына жерге әкеліп міне қойдым. Есепті әрмен қарай бізде жалғастырайық. Яғни косинус 2x қосылған 1 бөлінген 2 тең болады 2-ден 1. Бұл жерде екілер қысқарып кетеді. Сонда қалатыны бізде тек қана косинус 2x қосылған 1 тең болады 1. Плюс 1 екінші жаққа минус 1 қылып көшеді. Сонда косинус 2x-іміз тең болады 0 болады. Себебі 1 азайту 1 ол 0 болады. Бұл жерде бізде дербес жағдай 2x тең болады пи бөлінген 2 қосылған пи-ка тиісті z-ке. Дербес жағдай қайдан шықты? Біздің бірлік шеңберіміз бар. Яғни косинустың ол таңбалары бірінші ширек және төртінші ширекте плюс болады. 2 мен 3-те минус болады. Енді 0 бізде плюс пен минустың ортасында орналасады, сондықтан ол мына жерде болады. Яғни бұл бізде 90 градус, яғни пи бөлінген 2. Осы алатта сағат тіліне қарама-қарсы айналып келе жатса, мына жерден тағы да плюс пен минус кездесіп қалады. Сондықтан жартылай круг айналады. Яғни тек қана 180 градус қана айналады. Сондықтан бұның периоды пи ғана болады, 2 пи емес. Тіпті бұл косинус болса да, негізі косинустың периоды 2 пи-ка ғой. Ал бұл жерде пи-ка болады, себебі міне түсіндірді. Енді бұл жерден x тең болады 2x-ке көбейтіліп тұрғандықтан барлығына бөлімі ол бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді. Яғни пи бөлінген 4 болып кетеді. Ал мынау пи-ка бөлінген 2 болып жазылады. К тиісті z-ке. Есептің жауабы және дұрысы осы болады. Бұл жерде 2 жағдайды қарастырып кеттік. Дәрежені төмендету және де келтіру формуласы. Осындай тақырыптарға байланысты біз өзіміздің жақында басталатын тригонометрия деп аталатын курсымызда 0-ден бастап түсіндіретін боламыз. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше және тағы да осындай есептеріңіз болса, көріп қалсаңыздар, маған жіберуді ұмытпаңыздар.